Баршаңызға сәлем. Біз бүгін тригонометриялық функциялардың жұптақтылығын қарастыратын боламыз. Бізде белгілі формулалар бар. Сонда қалай тез жаттауға болады. Яғни синус минус альфа, бұл жерде альфа дегеніміз кез келген бұрыш болуы мүмкін сізде, немесе осылай альфа, бета деп беру мүмкін. Немесе синус минус 45, минус 60 деп кез келген бұрыштың мәнімен беру мүмкін. Сонымен бізде бұны қалай жаттап аламыз? Өте оп-оңай. Тек қана бір нәрсені білу керек сізде косинус минус альфада косинус альфа болып ашылады екен. Яғни минусымыз бізде косинус жұп функция болған жерде минусымыз жоқ болып кетеді. Яғни косинус минус альфада косинус альфа болып ашылады, ал қалған үш бізде тригонометриялық функцияларымыз тақ функциялар. Сол себептен де олар минусы алдына шығып кетеді. Минус синус альфа, минус тангенс альфа, минус котангенс альфа деп. Сізде мысалға кез келген синус минус 45 градус деп беріп атса, онда сіздер бұны бірден минус синус 45 градус деп аша аласыздар. Және де синус 45-дің бізде мәні бар, 2-ден түбірастегі. Ал косинусқа қатысуса, мысалы косинус 30 градус десе, минус де, бұл жерде бізде косинус 30 градус болады да, жай ғана косинус 30-дағы бізде мәнін аламыз, яғни 2-ден түбірасты 3 деп. Видео ұнаған болса лайк басайық, достарымызбен бөлісіп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.